Всем салам, это Футзал Казахстан. Данное видео выходит при поддержке крупнейшего инвестора в казахстанский спорт компании Алимбет. Спасибо, что поддерживаете казахстанский спорт и футзал в Казахстане. Карменов сол аяққа ыңғайлап келеді. Бірақ соққы жасай қою екі талай. Дәл солай Родриго Барбос оған қарсы Жахангир. Жахангир және Карменовтың соққысы! Есеп 1-0. Ержан Карменов әзірге бірінші матчтағы қатерін жуып шайды деуге болады, бірақ олай айтуға ерте, өйткені матч аяқталған жоқ. Қазір Ержан Карменов мінекей қуанышында шек жоқ. Сол матчтан кейін Ержанға біраз әңгіме айтылған еді, жанкүйерлердің де басқалардың да тарапынан. Соған қазір мінекей қолын құлағының тұсына қойып, сендерді естімей тұрмын дегендей сыңай танытты. Әрине, енді көрейік. Қазір матч аяқталған жоқ, сондықтан алдын ала томсуден аулақпыз. Мінекей Ержанның бірінші соққысын Кайо қайтарған, бірақ артынша тағы да соққы жасап үлгерді Ержан, сөйтіп. Атырсын бар сол жақтан, дегенмен Тұрсақұлов арқылы және Атырсынға өтті және гол! Есеп 1-1. Міне ойын қыза түсті. Алматылықтар таразы басын теңестірді. Бұл жолы да Атырсын алматылықтардан бірінші гол соққан. Бірінші матчта да Атырсында Сильва есеп ашқан. Ал қазір бұл жолы есеп ашпаса да алматылықтардың бірінші голын соғып отыр. Тұрсақұлов жақсы пас берді. Сөйтіп есеп 1-1. Ал Абай аренадағы жанкүйерлер қазір жергілікті команданы қолдап жігерлендіріп жатыр. Мінекей Атырсынның қақпашыны қапы қалдырып барып, бос қақпаға допты тоғыта салған сәт. Төреғазин бұрыш таман орындайтын болды. Бірден ортаға пас және гол! Дедезиньо Семейді алға шығарды. Есеп 2-1. Әйтеуір бұрыштаманы семейліктер сәтті түйіндеді. Бір емес бірнеше рет бұрыштан допты ойынға қосқан еді. Бірақ енді ғана мінекей нәтижесін көріп отыр. Дедезиньо допты қақпаға тоғытты. Осылайша финалдағы алғашқы голын соқты. Жанкүйерлерді мінекей бірден жігерлендіріп жатыр Дедезиньо. Жанкүйерлердің де қолда өте жақсы. Мінекей назарларыңызда Төреғазин асырған сәт және Дедезиньо өзі емін-еркін допты қақпаға тоғыта салды. Тұрсақұлов ателесті. Ромуло допты алаңда сақтап қалды. Оразов, Ромуло қайтадан бір жан қарбаласқан сәт және Ромулоға доп жетті! Гол! Мына финалды енді айта алмадық. Не деген сұмдық матч, қайратты. 1 минут қалған кезде, қазір нақтырақ 52 секунд қалған кезде таразы басын теңестірді. 2-2. Сонда тағы да қосымша уақыт, тағы да пенальти көреміз бе? Не деген финал бұл өзі. Осылайша қазір Ромуло есепті теңестірді. Осыған дейін қайраттан Атырсын гол соққан. Ал Семейден Ержан Карменов пен Дедезиньоның көзге түскен естеріңізге сала кетейік. Өте керемет финалдың куәсі болып жатырмыз. Ал жанкүйерлер Семейді одан сайын жігерлендіріп жатыр. Мінекей Қайраттың шабула. Мінекей жемісін берді. Дәл осы тұста Родриго үлгермет бөгет болып және бірден жақсы соққы Ромулоның орындауындағы. Және енді Семей ойыншылары дәл осы тұста. Мінекей назарларыңызда Біржан Оразов 3-1 ойыншының арасында қалған. Бірақ допты түртіп үлгерді. Ары қарай Родриго допқа ұмтылған еді, бірақ Родриго нүктеде. Сонымен пенальти сериясы басталды. Құрметті футзал сүйер қауым, тағы да қызықтың куәсі боламыз. Сонымен Родриго тепті және гол да соқты. 1-0 есеп ашылды. Ал қайраттан Оразов шықты. Қақпада Джайме. Бірінші матчта Семейдің қақпасында Игита мен Атантаев кезек-кезек тұрған еді. Ал бұл жолы Джайме өзі қорғайтын секілді.
Сонымен Біржан Оразов пен Джайменің текетіресі төрешінің пәрмені берілді. Біржан Оразов тепті. 1-1. Джайме ешқандай қауқардан талмады және Оразовтың қуанышында шек жоқ. Сонымен Кандидо, Вандесон. Габриэль Кандидо дос Сантос пен Вандесон Мануэль Перейра да Сильваның арасындағы текетірес, құрметті көрермен. Сонымен Кандидо дайын, Вандесон да соққы. Бұл жерде Вандесон қайтарғандай көрінген еді, бірақ доп бәрібір қақпаның төрінен табылды. 2-1. Ал бұл жолы Қайраттан Уго Невес шықты. Қақпада Джайме. Төреші мүмкіндік берді, рұқсат етті. Соққы жасауға, сонымен соққы және гол. 2-2. Әзірге қос команданың ойыншылары жақсы келеді, қателік жоқ. Ешқайсысында Невес те дәл сол жолды жалғастырып кетті. Енді Вандесон мен Ринат Төрағазиннің текетіресін көрейік. Сонымен Төрағазин тепкен. Бұл жолы да Вандесон сәл қалды. Есебі 3-2. Төрағазиннің жойқын соққысын Вандесон қайтара алмады. Жанкүйерлердің делебесі қозып жүректерінің тайдай тулап тұрған белгілі, өйткені командасы қазір пенальти сериясында жеңіске жету әбден мүмкін. Қайраттың осыған дейін бірінші матчта жұлып алған жақсы білесіздер. Сонымен тағы да бір соққы. Кайо тепті және Джайме қайтарды. Тамаша, мінекей, Джайме дегеніне жетті. Бірінші матчта мүлде тізімде болмаған еді Джайме. Ал бұл кездесуде толыққанды өзі алып шықты. Мұртазаев пен Сверидовтың де мінекей қуанышында шек жоқ. Мінекей назарларыңыздан Джайменің қуанған сәті. Ал Қайратта қақпашы ауысты, Ерасыл Шарапиденов. Ал Семейден соққы жасайтын Шыңғыс Есенаманов. Сонымен Есенаманов тепті. Ой-ой-ой, Шыңғыс. Қайда тептің? Осылайша мінекей есеп қайтадан теңесіп отыр. Қазір теңестіру мүмкін Қайратты. Жалпы мүлт кеткен соққы бойынша есеп теңесті. Қайраттан Кайо соға алмай қалған, ал Семейден қазір Шыңғыс Есенаманов мүлде қақпаны дәл көздей алмады. Сонымен Эдсон мен Джайменің текетіресі. Және соққы бар, гол. Енді Эдсон мұндай мүмкіндіктерін мүлт жіберсін бе? Тәжірибелі сақа ойыншы. Жойқын соққымен қарсылас қақпасын дәл көздеді. Ал Семейден қазір Камил Герихановты көріп отырмыз. Қайрат қақпасында Ерасыл Шарапиденов қала береді. Сонымен Гериханов. Төреш сықырды. Герихановтың соққысы. Бұл гол. 4-3. Камил қателеспеді. Өз мүмкіндігін тамаша пайдаланды. Және командаластарының қолдап қолпаштап жатқанда байқарыңыздар. Арғарай Қайраттан кім тебер екен? Қазір байқап көрейік. Бұл Занотто. Заноттоның да жойқын соққысы жойқын. Сондықтан байқайық. Джайме мен Занотто. Заноттоның соққысы. 4-4. Қайтадан Қайрат есепті теңестірді. Серияны Семей бастаған. Сондықтан Қайрат түйіндеп отырады. Тағы да есепті теңестірді. Ал қазір Дедезиньо шығып отыр Семейден. Дедезиньо матчта 1 гол соқты. Ал пенальти сериясында қалай болар екен? Вандесон қайтадан қақпада, сонымен Дедезиньо тепті. Гол соқты. 5-4. Сондай-ақ қазір мінекей назарларыңызда
ынтымақты да көріп отырсыздар. Көзінен отты лаулап тұр. Командасын енді қолдау білдіргісі келетіні белгілі. Сонымен Атерсон мен Атантаев. Атерсон тепті және гол. Өте шойқын соққы. Есепті қайтадан теңестірдім. 5-5. Тағы да қақпашы ауысты. Вандасының орнында Ирасыл Шарапиденов. Әзірге 5-5. Нұрсұлтан Пиялы. Семей сапында соққы жасайтын төрешінің бәрімен берді. Пиялы тепті және гол. 6-5. Мына серия таңға дейін жалғасатын секілді. Қос команда бір-бір рет мүлт кеткен, дегенмен ары қарай сәтті келе жатыр. Сонымен Джайме қайтадан өз орнында. Қайраттан Ромуло соқты жасайды. Сонымен Ромуло Алвес және Джайме. Ромуло тепті. Және қақпаның бағанасына тиіп қалды. Және Семей жеңіске жетті. Тағы да есеп.